Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен талшын. Егер сіздерде басыңыз айналып, әлсіздік, гемоглобиніңіз төмендеп кететін болса, осы сусынды бір апта бойы тоқтамай ішсеңіз, үй жағдайында иммунитеттеріңізді көтеріп алатын боласыздар. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге қызылша қажет болады. Қызылша адам ағзасына өте пайдалы, білесіздер. Біз бұл жерде суға қайнатылған қызылша қолдандық. Орташа көлемде 2 қызылша салдым, және кептірілген мейіз, өрік және нават және қақ салатын боламыз. Кез келген жеміс сататын жерде сатылатын болады. Міндетті түрде барлығын қосып жасап көріңіздер. Барлық жемістердің барлығы алдын ала кептіріп, жуылып, тазаланып қойған. Барлығын кең көлемде ыдысқа салып, үстінен салқын суымызды құйып, қатты отта газда 20-25 минут көлемінде қайнататын боламыз. Мінекей біздің компотымыз осындай мөлдір, тұнық болып шығады. Суыған соң ішіндегі жемістерін алып тастаймыз және сүзгіштен өткізіп, отбасы мүшелеріне ішкізетін боламыз. Әсіресе балапандарыңызға осылай жасап беріңіздер. Міндетті түрде осындай суық ауа райында иммунитетіміз әлсіреп, қан аздық байқалып жатады, яғни гемоглобиндеріңізді көтергілеріңіз келсе, осы сусынды жасап ішіңіздер. Бір аптада аш қарынға 200 граммнан ішсеңіздер өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балапандарға ішкізуді ұмытпаңыздар. Парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын. Және де сіздермен тағы да бір рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және тағы да сіздермен бір рецептпен бөлісейін деп шештім. Көбінесе үй жағдайында жазда қатырып қойған, жауып қойған вареньелеріміз желінбей қалып кетіп жатады. Осылай кең көлемді ыдысқа құйып аламыз. Жемістердің сүйегі болса, барлық жемістердің сүйектерін алып тастаймыз және осылай блендерге құйып, 1-2 минут көлемінде вареньемізді, яғни тосабымызды езіп алатын боламыз. Осылай езіп балаларға компот немесе сусын жасап берсеңіздер болады. Балаларыңыз тамсанып тұрып ішіп қоятын болады. Осылай жасап көріңіздер. Немесе осылай езілген вареньелерді пирогтардың арасына қосып жіберсеңіздер де керемет үйлеседі. Осылай езіп дайындап алған вареньеміздің үстінен осындай салқын суымызды құйып, қатты отта 20-25 минут көлемінде қайнатамыз. Егер сіздер қатты тәттіні ұнатсаңыздар, үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша қант қоссаңыздар болады. Осылай міне графинімізге құйып аламыз және балаларымызға және отбасы мүшелеріне ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Және вареньелеріңізді ешқайда төкпей, осылай ысырап етпей жасап көруге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған талшын. Парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыз.